Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіз. Менің есімім Назира. Қыздар, бүгін капустадан керемет тағам жасаудың рецептісімен бөлісем. Видеомды соңына дейін қарап, менімен бірге осы тағамды жасап көріңіз. Өте дәмді, жылдам дайын болатын тағам. Енді бұл тағамды дайындау үшін мен цветной капустаны алдым. Осындай бүтіндей біреуін алдым. Түп жағын кесіп, қатты жерін алып тастаймын. Шешетіндегі жапырағын, түбін бәрін алып тастап, сосын жаңағы цветной капустамды бөлік-бөлікке бөліп аламын. Каналыма тіркеліп, лайк басып, егер де рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыз. Осылай бөліп аламын да, кастрөлге салып, су құйып, үстіне 1,5 шай қасық тұз салып, плитаға қойып, 5 минут қайнатып пісіріп алам капустамды. 5 минуттан артық қайнатпаңыздар, қыздар, қатты пісіп кетсе болмайды. Шала пісу керек. Мінекей, менің капустам дайын болды. Енді сүзіп аламын осы капустамды. Сосын кляр дайындаймын. Ол клярды дайындау үшін мен 2 жұмыртқаны аламын. 2 жұмыртқа, оның үстіне жарты шай қасық тұз, 1 шай қасық паприка, жарты шай қасық қара бұрыш, 1 ас қасық ұн қосамын да жақсылап араластырамын. Ой пікіріңізді комментарий бөлімінде қалдырып қойыңыз. Енді дайындалған клярды бағанағы капустаның үстіне құйып, капустаны жақсылап араластырып, бүкіл жеріне осы кляр тиетіндей қылып, жақсылап капустамды араластырып алам. Сосын қызып тұрған табаға май құямын, шамамен 100 грамм, 150 грамм сұйық майды құйып, дайындап алған капустаны осы майда қуырып аламын. Орташа отта қуырамын. 2 жағын қызартып, әдемілеп осылай қуырып алам. Достар, менің күнделікті осы каналда шығатын дәмді рецепттерімді жіберіп алмас үшін төмендегі подписация батырмасын басып, каналыма тіркеліп алыңыз. Мінекей, керемет. Осылай бар жоғы бір жарты сағаттың ішінде осындай тағамды дайындап тастауға болады, қыздар. Өте дәмді, пайдалы, витаминге бай бұл капуста негізінде. Асыңыз дәмді болсын. Каналымда менімен бірге болғаныңыз үшін сізге көп рахмет. Сау саламатта болыңыз.